Мәселені бар ғой, әлеуметтік желіден басқа аса белсенді көрсетіп жатқан бұқаралық ақпарат құралдарын көріп жатқан жоқпын, бірақ кәдімгідей әр отбасында бар мәселе. Қатты ауырдық, гонконгский грипп деген бір бәле болды. Әсіресе балалар, өзім ауырған жоқпын, бірақ балаң ауырған кезде одан да өзім ауырайын деген сияқты қиын халде қалады екенсің. Кәдімгі 2 аптаның ішінде быт-шыт болып кетті ғой бүкіл өміріміз. Байқасам, Әміржанның мектебінде де тура сондай жағдай. Астананың мектептері тіпті карантинге жабылып, жаңағы ұзақтан оқыту форматына көшіп жатыр бастауыштар. Бұның бір сыры бар ау, неге балалар ауырады, еще парацетамолға түспейді, жаңағы тұрақты температураны түсіретін дәрілерге түспейді. Әйтеуір бір қиналып қалдық. Больницаға барсаң, кәдімгі бәрі толы, ешкім қайда қабылдамайды. Біз бір флукап деген дүниені таптық, содан бетіміз бері қарады. Сіздерде жағдай қалай? Сол енді өткен жол сұрақтарыңызға жауап берейін деп қолым енді жетіп жатыр, және бірден мына сұраққа тап болғансың ғой. Мә, қандай қатыгезсіздер. Иә, шынымен де салмақ қосқаным бар. Бірақ қазір қайтадан жаңағы өзімді жинап алдым. Қымбат диетаға қайтадан отырғызды. Осы 10 күннің ішінде нәтиже жаман емес. Жобасы бір 5 килограммға жуық. Бірақ мені қызықтыратын бір дүние, неге жас қыздардың арасында отырғанда арықтап едің, қазір неге семіріп кеттің деген. Мен қыздар үшін семіріп арықтамаймын, мен негізі денсаулық үшін арықтаймын. Және салмақ қосып жатсақ, демек енді мен сіздің тамағыңызды жеп қойған жоқпын ғой. Бірақ бір шетінен сіздікі де дұрыс. Денсаулықты қалпында ұстау керек. Сол себепті осы, бұл үлкен сұрақтың мәселесін жаптық деп ойлаймын. Ота, қалай сұрақтар қиын болған жоқ па? Қиын болған жоқ, бірақ нәрсе ұмытып қалып тұрмын тек. Папасының атын ұмытып қалып тұрмын. Білем папасының атын, бірақ тілімнің ішінде атап таба алмай жатырмын. Папа, кейбір келіндер енесінің нелердің атын атауға болмайды дейді ғой, сендер жақта да сондай ма? Я, болмайды. Или ұлы деп айту керек, или қыз деп айту керек. Бақыр айтып, мысалы мен папамның аты Елубай ма, мысалы Мирас Елубай десе, ол ыңғайсыз. Елубай қызы деп. Жоқ, мысалы келіндер қайын інісінің барлығына аттар қойып жатады ғой? Сондай ма? Болмайды, ол сыйластық негізі болмайды. А мен ертең тұрмысқа шыққан кезде өзімнің қайынлеріме, қайынапаларыма, қайынапаларым емес, қайыніндеріме, сіңілдеріме ат қоямын деп ойлайтын. Көреміз енді бұйырса. Осындай ойынға сендер де дайынсыңдар ма? Бір-бірің жайлы тоқтай білесіңдер ма? Тоқтай дегенде енді білеміз. Мұнадан кейін енді нақтылап сұрайтын жақсыңдар. Біз біраз атты білеміз негізі. Не дегенмен 1,5 жыл танимыз ғой бір-бірімізді. Білеміз біраз атты. Енді бір-біріңді 1,5 жыл танисыңдар, бір-біріңнің ата-аналарыңды дұрыс танымайсыңдар ғой. Жоқ, танимыз. Сырттай танимыз ғой біздің ата-анамызды. Біздің де ата-анамыз сырттай таниды. Мен негізі Диананың мамасын өмірде көргенмін. Былай бір ортада отырыңдар ма? Сырттай. Амандасып, бір рет емес, 2 рет көргенмін. Көп саламатсыз ба деп амандасқан, бірақ таныстықтың алдында. Сен Чинаның мамасымен көріспесең енді әлеуметтік желіде былай сөйлесулер болып. 31 көзбе-көз бармай, өйтіп сөйлесу дұрыс емес ойлаймын. Кейін көзбе-көз танысқаннан кейін ақырындап уже әлеуметтік желіде де сөйлесе бастайтын шығармыз.